Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен осындай өте керемет кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырымызды илеп аламыз. Сол үшін бізге суымызды, жұмыртқамызды және дәміне қарай тұзымызды салып араластырып, керегінше ұнымызды қосып, қамыр илеп аламыз. Одан соң қамырымыздың июі қанып тұру үшін бетін салақанмен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Фаршымызға пиязымызды турап салып аламыз. Оның үстінен қара бұрышымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, қолымызбенен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң ортасынан кесіп аламыз және үстінен сұйық майымызбен майлап шығамыз. Барлық қамырдың бөлігін осылай майлап алдық. Енді келесі кезекте фаршымызды қамырымыздың үстінен қойып шығамыз. Енді осылай қамырымызды ораймыз. Барлығын орап болғаннан соң мантаваркамызға орналастырамыз. Қамырымыздың бетін осылай жұқалау етіп, сұйық маймен майлап шығамыз. Өте керемет, өте жылтыр болып шығады. Келесі қамырымызды дәл солай етіп орналастырамыз. Және 45 минутқа пісіріп аламыз. Бізде 45 минут өтті. Біздің осындай орама нанымыз өте дәмді болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.